Баршаңа сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Bybit, Binance биржасына қалай өз ақшаңызды екі еселеуге болатынын қазір сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Назарымызда бүгін хайп проект. Достар, бұны айтпастан бұрын арнаға кіріп, тіркеліп және де лайк басып кеттіңіздер осы видеоға. Назарымызда проекттің аты Tesla робот деп аталады. Бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесін описанияға қалдырып кетемін. Өте оңай, өзіңіз логин пароліңізді жазасыздар, кіресіздер және де бұл жаққа бірінші ақша салу керек. Дом деп бассақ, бұл жақта бізге информация, ақпарат берілген. Бірінші VIP статус сатып алу үшін сізге 14 пен 124-20 доллардың аралықта ақша құю керек. Егер де бұдан жоғары құятын болсаңыздар, мысалы 128 доллардан жоғары құятын болсаңыз, ал 27 доллардың арасында, онда сізді VIP 2 статус болып саналатын болады. Бұл жақта разница не? VIP 1, VIP 2-нің, мысалы VIP 1-де сізде пайыз 15-26 болады, ал екінші VIP 2-де 15-56. Пайыз орталары өте аз, сондықтан негізі 14 доллардан бастап құюға сізге кеңес беремін. Мысалы мен өзім бұл жаққа 14 доллар құйдым. Мне де басам, мына количественный счет, яғни 14 доллар құйған болатынмын. Енді бұл жаққа ақша құю үшін не істеу керек? Дом деген бөлімге өтеміз, перезарядка деген түймені басамыз, сеть таңдаймыз, және де мына жақта қазір бізге адрес кошелек шықты, осыған бізге 14 доллар жіберу керек. Жібересіздер, счеттарыңызға түсетін болады. Одан кейін 2-3 минут аралықта сіз нақты количество оценка деген бөлімге өтсек, бұл жақта біз задание істей аламыз. Запись транзакция деген түймені басамын. Так, бізде жоқ деп тұр. Яғни бірінші транзакцияны қазір істейтін боламыз. Ол үшін начать количество оценку деген түймені басамын. Бізде сәтті жүріп жатыр, күте тұратын боламыз. Яғни бізде процесс жүріп жатыр. Бұл жақта кішігірім ұзақтау екен, сосын 2 доллар берді, сосын қараңыздар. Мына жақта обратный счетчик жүріп жатыр, яғни 3 сағаттан кейін мен тағы да бұл жақтан 2 доллар ала аламын. Мне дегенді басамын. Одан кейін отзывать, енді қазір сіздерге қалай ақша шешу керектігін көрсетіп кетейін. Мысалы 2-де 1 долларда. Бұл жақта жаз кетеміз. 2-де точка емес, а точка жазу керек. Өтір емес, а точка жазу керек деп айтқым келген. Адрес вывода, панель инструментке кіреміз, пополнение, ввод криптовалюты. Бағанада бастапқыда сетті таңдайтын боламыз, USDT. Так, бізде бұл 3x. Скопировать етіп аламын. Мына жаққа қоямын, подтверждать деген басамын. Күте тұрамыз. Все, бізде сәтті шығарылды деп тұр. Ендігі сәтте біздің кошелегімізге келіп түсемі, түспеймі, соны көретін боламыз. Бұл жақта ақша шешу тоже 24 сағатта бір рет қана шеше алады екенсіз. Плюс достар, бұл жақта партнерская программа бар. Сіз адамдар шақыра отырып, салымсыз түрде ақша таба аласыз. Міне достар, шығарған 2 долларымыз сәтте келіп түсті. Енді келесі ақша табу жолдарын сіздер келесі бейнероликте көре аласыздар. Сау саламатта болғанша.